Құрметті білім алушылар, біз базалық станцияны жұмыс қалпына келтіру және роверді жұмыс қалпына келтіру кезеңіне өтетін боламыз. Ең бірінші, біз базалық станцияны ашық жерде орналастырамыз. Ең бірінші, біз екі штативімізді ашып алдық. Оған ең бірінші триггер орналастырамыз. Триггеріміз бір-біріне киіледі, жаңағы бірінші штативке орнатылады. Триггерімізді бір штативке орналастырамыз. Триггерімізде біздің дөңгелек деңгейлеуіш болады. Дөңгелек деңгейлеуіштің горизонталь жағдайға келтіреміз. Үлкен антеннамызды аламыз. Триггерімізді орналастырамыз. Келесі, біздің үлкен кейсіміз бар. Үлкен кейсінің ішінде сары кабель болады. Біз бұны қосу кезінде, біз яғни базалық станцияны жұмысқа қосып 3-4 сағатқа кетіп қалуымыз мүмкін. Сол себептен өзінің заглушка, яғни тетігі болады. Жаңағы ішінен кабель өткізуге болады. Тетігі арқылы өткізіп, антеннаға қосамыз. Келесі, сары кабеліміздің екінші жағы қабылдаушымыз бар. Антеннаның GPS деген өзі бар. Жаңағы тетігіне винтқа осыны байланыстырамыз. Тетігі арқылы кіргіземізде. Контроллердің белгісі бар. Модемға, жаңағы лемаға, яғни 3 лема бар. Соның контроллер белгісі бар лемасына жаңағы қосамыз. Қосқан кезде қызыл мен қызыл сәйкес келу керек. Өйткені мына жаңағы кабельдер тез істен шығады. Екінші жағына контроллеріміз жұмысқа кетеді. Винтін өзінің қажетті ұраймыз. Ең бірінші контрольді іске қоспай тұра тұрсақ болады. Себебі біз мачтаны жұмысқа қоспадық. Мачтаны жұмысқа қосу үшін сонымен қатар біздің жаңағы кейсіміздің ішінде орталық қосымшасы болады. Яғни мачтаның қажетті заты аламыз да мачтаның орталық затын бұлай қосып шығамыз. Шетінен қажетті заттарын қосамыз. Келесі, есіктің көмегімен екінші штативке орнатып жатырмын. Мачтаны жинап болдым. Енді мен мачтаға өз кезегінде радиомодем басым. Штативтің аяғына кіріктіріп қоюға болады. Базалық станциямызда негізгі радиомодем және базалық станцияда қалатын қабылдауыш, яғни приемник, ол сыртқы қуаттауыштың көмегімен жұмыс істейді. Радиомодемді және қабылдауышты сыртқы қуаттауыш көзіне қосу үшін үлкен кейстің ішінде орналасқан мынандай Y тәріздес екі жақты кабельді аламыз да қызыл орналасқан жеріне төмен жағынан орналастырамыз. Екінші кабельді, яғни радиомодемнің екінші кабелін жаңағы тетік арқылы кіргіземізде, міне үшінші лема тұр, көріп тұрғандай өздеріңіз суретті, радиомодем суреті орналасқан. Мен осы жерге қосатын боламын. Осы үш жақты леманың мынандай жаңағы тетігі бар, кабельдің басы. Мен ол кабельді негізгі аккумулятор көзінен қосатын боламын. Қарап өтсеңіздер, қосылады өзі автоматты түрде. Сонымен біз базалық станцияны жұмыс қалпына келтіріп болдық. Қабылдаушты қосу үшін жасыл кнопканы бассаңыз, ол өзі қосылады. Мына жердегі шамдардың барлығы жанады да. Келесі спутниктің белгісі бар шамы қаншалықты тез жаңағы жанып өшкен сайын біз жаңағы спутникті көрдіміз деген сөз. Қазір асықпаңыздар, ол өзі қосылады, асықпай. Келесі біз роверді жұмыс қалпына келтіріп алайық. Кішкентай антеннамызды аламыз. Антеннамызды біздің сумкамыздың ішіндегі қабылдауышпен қосу үшін сары кабельді іздейсіздер. Басы бұлай келген антеннаға қосамыз. Рузягымызды жинайтын боламыз, яғни роверімізді жинаймыз. Роверімізді жинау үшін рузяктың ішінде өзінің қажетті заттары бар. Аралығы винтін қосамыз. Және оның жоғар жағындағы кішкентай кейсте орналасқан антеннасын қосамыз. Станцияны жұмыс қалпына келтірмес бұрын біз ровердегі қабылдауышты қосу үшін жасыл тігін 2
секундтай ұстасаңыз, ол уже автомат түрде қосылады. Барлық шамдар жасалады, яғни ішіндегі бізге қажетті шамдар жанғанша ол өзі жұмыс қалпына келе беретін болады.